Оразаның адам ағзасына нақты 10 пайдасы. Біріншіден, жасушалар жаңарып, ескілері жойылады. Ораза адам организміндегі қажетінен артық және де ескі жасушаларды жоюшы қызметін атқарады. Оразаның тәртібі бойынша адам жылына 1 ай толығымен ауыз бекітеді. Күніне кем дегенде 14 сағат жеп ішуден тыйылып, одан кейін бірнеше сағатқа аузын ашып, әл жинап алуы қажет. Бұл адам ағзасындағы жасушаларды жандандырып, керек еместерін жою процесіне қажет уақытқа дәлме-дәл келеді. Адам қарны ашқан кезде әлсіз жасушалар өздігінен жойылып, аштыққа қарсы тұру үшін адамның ішкі организмдері белсенді жұмыс істейді. Осы сәтте адам ағзаларының белсенділігі артып, өміршеңдігі күшейе түседі. Сондай-ақ ораза адам организмінің тас, артық ет, май мөлшері сияқты зиянды заттардан арылтады. Екіншіден, қант ауруына тосқауыл болады. Ораза тұту қандағы қант үлесін барынша төмен мөлшерге түсіруге үлкен септігін тигізеді. Себебі ораза ұстаған кезде адамның ұйқы безі демалады. Ұйқы безі қантты, крахмалды заттар мен майларға айналдыратын инсулин бөледі. Егер адам ұйқы безі шығаратын инсулиннен артық мөлшерде тамақ жейтін болса, онда бұл ұйқы безіне ауыр тиіп, жұмыс істеу белсенділігін төмендетеді. Осылай жалғаса берсе, ұйқы безі өз функциясын атқарудан қалады. Осы уақытта адам бойындағы қант қанға тарай бастайды да, оның қандағы құрамы бірте-бірте көбейіп, адам қант ауруына шалдығады. Қазіргі әлемнің біраз жерінде қант дертіне шалдыққан адамдарды ораза тұту арқылы емдеу етек алуда. Ауыз бекіту арқылы қант ауруын емдеу процесі былай жүреді. Пациент 3 апта бойы күніне қанындағы қанттың мөлшеріне байланысты 10 сағат пен 20 сағат арасында ауыз бекітеді. Одан кейін ауыз ашқан кезде жеңіл тамақтармен қоректенеді. Бұл химиялық дәрі-дәрмектерді қолданбай қант ауруын емдеудегі өте ұтымды жол екенін медицинада дәлелдеп отыр. Үшіншіден, артық салмақтан арылуға әсер етеді. Егер ораза ұстаушы ауыз ашқаннан кейін жейтін тамақ мөлшеріне шектеу қойып, дұрыс режиммен жүрсе, бойдағы артық салмақтан арылуға ораза таптырмайтын әдіс. Яғни адам ұзаққа, яғни уақытқа қарны аш жүріп, бірден ауыз ашқан кезде тамақ пен сусындарға тойып алмағаны жөн. Себебі бұл керісінше салмақтың көбеюіне әкеліп соғады. Алла елшісі ауыз ашар кезде тек бірнеше құрмадан дәм тартып, аз ғана су ішіп, ақшам намазына тұратын. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам осы бір әдеті бәрімізге үлгі бола алады. Себебі құрманың құрамында қант бар, ал қан құрамына тез тарайды. Сол себепті адам аузын құрмамен ашатын болса, бірден тоқшылықты сезеді. Сонымен қатар құрма адам ағзалары қалыпты жұмыс істеу үшін қажетті энергиямен қамтамасыз етеді. Көп адамдар күні бойы тамақтан тыйылып, ауыз ашқаннан кейін бірден ауыр майлы тамақтарды, көкөністерді жеп бастайды. Бұл тағамдарды асқазан қорытуы ұзақ уақыт алады. Ағза асқазанға түскен тамақтан өзіне керек энергиясын алып, ол қантқа айналуы себебінен адам тоқшылықты сезінеді. Бірақ адам бәрібір өзін аш сезініп, тамақтың үстіне тамақты жей береді. Сөйтіп организміне қажетті энергияны мөлшерінен асырып жібереді. Осылайша ораза ұстау өзінің қасиеттерінің бірін жоғалтып, адам артық салмақ қосып, семіздікке ұшырайды. Әрине, Алла шариғатының бізге қалағаны бұл емес. Төртіншіден, тері ауруларына пайдалы. Ауыз бекітудің тері ауруларымен күресуде пайдалы әсері бар. Себебі адам ораза тұтқан кезде қандағы су мөлшері азаяды, яғни терідегі су құрамы да кемейді деген сөз. Бұл терінің қуаттылығын арттырып, зиянды микробтар мен бактерияларға қарсы тұруға көмектеседі. Сондай-ақ қышыма ауруының адам денесіне әрі қарай таралуын тоқтатып, терінің майлануы мен аллергиядан жазылуға да оң әсерін тигізеді. Бесіншіден, тұз байлану ауруына әсері. Бұл дерт көп тамақтанудан, әсіресе еттен жасалған өнімдермен көп қоректенуден пайда болады. Сондай-ақ адам шамасынан тыс тамақ жегенде бұлшықеттердегі протеин құрамы тым көбейіп бұзыла бастайды. Бұл адам буындарына, әсіресе аяқта үлкен бармаққа несеп қышқылының жиналуына әкеп соғады. Адам тұз байлану ауруына шалдыққан кезде әлгі буындар ісіп, қызарады да ауырта бастайды. Сондай-ақ қандағы несеп тұзының мөлшері көбейіп, ол бүйрекке жиналып тұнады. Бұл процесс ақырында бүйректе тас пайда болуына әкеп соғады. Сондықтан тамақ пен судан тыйылып, біраз уақытта ауыз бекіту бұл дертті емдеудегі ұтымды жол. Алтыншыдан, қан қоюлануының алдын алады. Көптеген мұсылман және де мұсылман емес ғалымдары ауыз бекітудің денедегі майдың құрамын азайтумен қатар
холестерин мөлшерін де бәсеңдететінін жарыса айтады. Холестерин дегеніміз ол қан тамырларына тұнатын зат. Денедегі майдың құрамы көбейген сайын холестерин мөлшерде ұлғаяды. Бұның арты артерисклероз, яғни қан тамырларының майлануы дертіне және де жүрек пен мидағы қанның қоюлануына әкеліп соғады. Алла тағаланың білсеңіздер, ораза ұстағандарың өздеріне жақсы деген аятын естігенде таң қалудың қажеті жоқ. Біздер тамақты тым көп жеп, өзіміздің денсаулығымызға залал келтіріп жатамыз. Егер біз Алла шариғаты мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жолын ұстанып, тамақ көп жеуден тыйылып, айына кем дегенде 3 күн ораза тұтып жүретін болсақ, бұл дерттерге шалдығу ықтималы бәсеңдей түсетіні анық. Жетіншіден, адам ағзасын улы заттардан тазартады. Қазіргі кезде тағам өнімдерін ұзақ мерзімге сақтау үшін құрамына химиялық қоспалар қосылатынын баршамыз білеміз. Бұл өнімдер адам ағзасына түскен кезде улы заттарға айналып, денедегі майдың ішіне сақталып қалады. Адам ұзақ уақыт тамақтан тыйылуы әлгі майдағы улы заттардың еруіне әкеледі. Оған қоса адам организмін улы заттардан қорғауға жауапты бүйрек, бауыр сияқты ағзаларға өз функцияларын атқаруға көмектеседі. Сондай-ақ ауыз бекіту кезінде дұрыс тамақтанып, артық тағамнан бас тартатын болса, бұл организмнің иммунитеті күшейтеді. Сонымен қатар 8-ші ас қорыту жүйесі демалады. Ауыз бекіту ас қорыту жүйесінің демалуына мүмкіндік береді. Дегенмен адам организмі өзінің табиғи функцияларын атқарады және де тамақ қорытуға арналған сөл әдеттегіден аз мөлшерден бөлінгенімен сөл бөлу процесі қалыпты жағдайда өз қызметін атқара береді. Бұл адамның сөл бөлу жүйесін жақсартып, бір қалыпқа түсіреді. Бірақ бір ескерте кететін жайт, ораза ұстаған кезде асқазан қышқылық бөлуді тоқтатпайды, яғни асқазанында шашасы бар адам ауыз бекіту кезінде абай болуы қажет. 9-шыдан, жағымсыз тәуелділіктерден арылтады. Жағымсыз тәуелділіктер десе, алдымен көз алдымызға түсетіні бұрқыраған темекі келетіні хақ. Өкінішке орай, оған тәуелділіктен жай адамдарды айтпағанда 5 уақыт намазын оқып жүрген бауырларымыздың арасында да зардап шегіп жүргендер әлі де бар. Сондай кісілер үшін Рамазан айы адам әдеттен арылуға таптырмайтын кезең. Себебі басқа күндері темекіні тастаймын деп өзіңізге уәде беріп, артынан нәпсі құрғырдың айтқанына ілесіп кеткеніңізбен оразаның уақытында Алладан қорқыныш бұдан сізді қайтарады. Әрине, қазіргі заманда тәуелділіктің түр-түрі көбейіп кетті. Бұлардың арылуы алдымен адамның өзіне байланысты. Оразаның күнінде тоқтатып, түнінде қайта бастауы да мүмкін. Бірақ біліп қойыңыз, Рамазан айы тек ауыз бекітіп қана қоймай, сондай-ақ жаман сөздерден, ұсқынсыз әдеттерден, жағымсыз тәуелділіктерден арылуға көмектесетін мүмкіндік айы. 10-шыдан, қан қысымын түсіреді, бас ауруына пайдасы бар. Ауыз бекіту қан қысымын түсіруге және де қанның қоюлану қаупін азайтуға бағытталған табиғи жол. Өйткені адам ұзақ уақытқа тамақтан тыйылған кезде бойға қажетті энергияны жеткізу үшін организм денедегі маймен қоса глюкозаны жаға бастайды. Сондай-ақ адам бойындағы тамақ құрамы мен адреналин сияқты гормондар азаяды. Бұның бәрі бойдағы қан қысымының түсуіне келеді. Қарап отырсақ, Алла тағала бізге ораза ұстауға әмір беру арқылы тек ақыретімізді емес, осы дүниеде де деніміздің сау болғанын қалаған екен. Расында біз жаратушымыздай мейірімділікті, шапағатты ешкім көрсете алмайды. Ендеше біз ауыз бекіту арқылы ақыретімізге азық жинауымызбен қатар осы дүниеде озады екенбіз. Алла тағала ұстаған оразаларымызды қабыл қылсын.